ортаға тағы да. Ал қазір ортаға қалаулымның ең алғашқы жұбы Ислам мен Шынарды шақырамын. Көп рахмет. Ал Қалайсыздар, жақсы? 4 ай. Бүгін 4 ай. Өте Қандай қуаныштымыз. сезімдесіздер? 4 ай болып қалыпты ғой? 4 ай болып қалды. Арасында ұрысқанымыз да бар, 2 айды 3 айды отқан жоқпыз, 1 ай болды, сосын міне 4 айға жетіп жатырмыз. Аллаға мында бір рахмет. Сіздің туған күніңізбен сәйкес келіп тұрған кезде бір басқаша болды да. Бір ерекше болып тұр негізі. Иә, және сондықтан Кездерім де ерекше. Бүгін. иә, ерекше киінді. Осындай құттықтау болып жатыр. Енді бұндай аюлар көрінбей жатқан шығар енді өздерінің көздерінен кімге беріп, кімге қай жерде қояр, кім қай жерде тұр деген сияқты. Ал, қошемет, қошемет. Маған ба бұл? Көп рахмет. Көп рахмет. Не деген көңілді. Не деген көңілді бұлар. Тіпті билеп біздің колонкаларымыздың да аударып жібердік колонкаларымызды істейді, рахмет. Бұл сізге маған ба? және Шынарға да жасаған өзімнің осы бір кішкене осындай бір тосын сыйым болған, жаңа кішкене басқаша болу керек еді негізі. Тәтті, керемет. Негізі біз сізге беретін сыйлығымызды күтіп отырмыз да, ана жақтан аю келген түсінбей қалдым. Қайда, жоқ, оны мен қосқансын деп отырмын да. Соны өзім таңғалып қалдым. Негізі басында сізді құттықтап алайықшы, біз күтіп отырмыз. Сіздің туған күніңіз ғой бізде. Айдан айға тойлай береміз. Аша ханым, мынау бүгінгі туған күніңізбен Шынар екеуміз шын жүректен құттықтаймыз. Мына жерде жаңағы тәттілерден жасалған гүл. Көп жерде маған мені сізге ұқсатасыз ғой, сондықтан сізге тәтті жақсы көретін шығарсыз деп. Дұрыс. Шарлармен. Рахмет, рахмет. Мен сатылым негізі тәттілерді шынымен. Мына жерде жақсы көретін шығарсыз, үйге барып Жақсы. Керемет сыйлық екенін айтпаймын, бірақ мен түсіндім өзім. Рахмет көп сендерге, жандарым сол. Ерекше көңіл бөліп жатқандарына. Ерекшеленіп жатыр деп не болмасын, мына жерде көрермендер де қатысушылар да
Аша ханымның бізге деген еңбегі өте зор. Соны айтқым келеді. Біз үшін көзіңде жасын төктіңіз ғой, көзіңізде. Рахмет. Шетіңізге бізге деген бізді қолдағаныңызға, барша қатысушыларды қолдап жатқанымызға осындай. Сізбен танысқанымызға, өмірде осындай адаммен араласып жатқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Сізге рахмет айтамыз. Бақытты болыңыз. Кішкентайыңыздың қызығын көріңіз. Әрекеңмен бақытты болыңыздар. Рахмет, әумин айтқандарың келсін. Ислам потоқта қосыламын. Рахмет жандарым сол. Күн жиырмауын қалпындарым. Бекажан, нанды алып кетесің бе, Ақмарал? Иә, әйтпесе жарылып кетермін да. Сақтық деген болады негізі осындай студияда. Рахмет, Ақмарал. Рахмет, көп рахмет сендерге. Не деген күн болды бұны. Мен де сендерді құттықтаймын. Шын жүректен. Осы мен қалаулымның осындай алғашқы жұбы 4 айлығын тойлап жатыр. Енді 1 жылға жетпей бір той жасайтын шығармыз, иә, Ислам, қалай қарайсың? Өзі жақындап, алысымен жақындап келеді. Әрине, біз тек қана қуанамыз ғой. Енді жарты жыл қалды. Сол жарты жылдың ішінде той көретін шығармыз деген ниетіміз бар. Ал жақсы, енді бір-бірлеріңізді құттықтау. Негізі мен мынаны күткен жоқпын. Қалай айтсам болады, осындай маған да тосын сый болды да, сізге заказ бергенбіз. Мына маған келгенде мен де біртүрлі болып қалдым да, мына жаққа берейін ба деп, алайда қарап. Исламның жасаған тосын сый ғой саған? Иә, мұнда бір рахмет. Маған өте ұнайды. Тәтті жақсы көремін рас. Бірақ негізі осы біз 4 ай болғандықтан, және осы 4 ай бойы бізді өте көп адам қолдап келе жатыр. Көрген де, көрмеген де болды, ұрыс та болды. Және сіздердің қосқандарыңыз өте мол, сондықтан осы жолы мен енді сөйтіп ойлағам, сөйтіп келіскенбіз негізі, бір-бірімізге емес, бізді қолдаған адамдарға сыйлық береміз деп. Инстаграм желісінен көптеген адамдар жазады, соның арасынан жетеуін таңдап, міне осындай мысалы. Негізі жетеу, бірақ мұнда үшеуін ғана алып келді көрсетуге. Осындай сыйлық, қазір. Көмектесейін бе? Мына. Ішінде алғыс хаты бар, бірақ та дәл қазір бұл не алғыс хат? Жоқ, дәл қазір ол түк жазылмаған, өйткені әр адамға бөлек жазамыз да. Ең соңында сөздерді оқырсың. Не дейді? Махаббат дүниедегі барлық күштің көзі, барлық қуаттың бұлақ бастауы. Онсыз еш жерде жеңіс жоқ. Шын жүректен шынар ислам. Бірақ та әр адамға енді тілектеріміз бөлек жазылады, өйткені әр адамның қосқандары көп. Сол жерде адамдарды ата кетесіңдер ме? Ата кетет болғанда енді бізде Ақтаудан Клара апайымыз бар, сосын Гүлден деген қыз бар. Барлығын Инстаграм желісінде жазайын қазір эфирлік уақыт соған бөлмей. Және қандай не деген тақсың? Мен тағы айтқан жатыр екеуі. Негізі бір-бірімізге емес, соған көп дайындалғанбыз. Және тек қана алғыс хат емес. Көңілдерін бөліп жатырмын, көрдіңіздер ме? Тек қана алғыс хат емес, біз тағы кішігірім сыйлық дайындадық та. Сол кісілерге бересіздер? Сол кісілерге. Қандай керемет. Қолдарына тағады, иә? Қолдарына тағады, бұны білмеймін. Білезік, иә. Бұны махаббат білезігі деп атасам да болатын шығар, өйткені оның цепочкасын өзі тек қана жүректерде жасалған. Шынымен де өте орынды. Халық сендер екеуіңді қошеметтеп, құрметтеп қосып жатқаннан кейін халыққа деген ризашылықтарыңды білдіріп жатқандарың өте орынды. Жарайсыңдар. Және сізге тақсақ деген ниетіміз бар. Маған ба? Ең қымбат сыйлық емес, және жетеуін басқа адамдарға дайындап. Рахмет, қандай керемет негізінде. Мені әр таң сайын гүлдендіретін қыздарға да алғысымды айтқым келіп жатыр негізі. Осындай сыйлықты маған сыйға тартты бүгін таңертең. Айжан, екеулеріңді қатты жақсы көремін. Осындай сыйлықтарыңа рахмет. Деген жазуы бар. Арман, Аша, Атылым. Сендерге де рахмет. Бүгінгі мерекелеріне байланысты шағын дайындаған бейнематериал бар. Тоқтаңыз. Біз әлі біткен жоқпыз. Шынар аяз ата болып кетті бүгін. Емес, енді қалай айтсам болады, осы күнге жеткізгенде өте рамыз, алғысымыз шексіз. Және біз Динадан премьера алып ба, бізде осындай жаңа жылға қарсы балаларға
сыйлықтар жасадық. Динадан үлгі алып. Иә, мұнда екеуі, бірақ біз 100 штук заказ бердік. Енді бұйырса, соны да келесі жұма таратамыз. Балаларға. Балалар үйіне. Иә, балалар үйіне. Бұнда да жаңа жыл құтты болсын, Ислам Шынар жазуы. Ислам Шынар. Иә. Қандай керемет жарайсыңдар. Жүректер не деген мейірімге толы. Және сол сіз айтқан бейне Бейнероликтен назар аударайық ендеше. Ол менің сыйлығым, енді мүлдем сыйлықсыз деп мен де қалған жоқпын, сондықтан соны біраз көрейік. Көзіңнен сезінем махаббат жылуы сезіммен өзіңнен арналар жырынып сен дейді көктен жерден күннен түннен гүлден бірден іздесем де таппаймын жоқ теңеу өзіңе кермейді кеуде жаным дене тәнім жүрек бәрібір сені сағынып ғашықпын өзіңе шынарым шырағым мөп-мөлдір бұлағым қосымша да бар, бұл аяқ емес. Жалғасуы болу керек. Бұл аяғы емес, әрине. Жалғасуы. Бұның тосқасын өздеріміз көре жатармыз. Ол өзінің Бірақ нәтисімен болған. негізі өте Уақыт шектеулі. эфирлік уақыт шектеулі және де жарнамаға кетуіміз керек. Қазір көргім кеп баратыр негізінде. Бірақ енді жарнама кезінде өзіміз көріп алармыз. Және де қатысушылардың тілектері болса қазір тез айтып жіберсеңіздер. Медет. Енді өте қуанышқа толы күн. Аша ханым, сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Әрдайым осылай қалауымның және қазақ халқының бір сүйікті қыздарының бірі болып жүре беріңіз. Енді жұптарымыз, алғашқы жұбымыз Ислам мен Шынар әрдайым осылай бір-бірлеріңді тосын сыйлармен қуантып, әрқашан бір-бірлеріңді күнде бір-бірлеріңе ғашық болып жүре беріңдерші. Сол кезде бәрі жақсы болады. Сәкен. Алғашқы жұпты 4 айлықпен шын жүректен құттықтаймын. Небір жаман пікірлер айттым, оның бәрін кешіре білдірімді. Өйткені әрбір адам ішінде әрбір нәрсе жатады, ол өткенді қозғағаннан тым пайда жоқ. Қазір сіздердің шын жүректен қуанып жатқандарын көріп тұрмын қазір. Енді үйлен тойға жеткізіп, сол тойларыңызда билеп жүрсек деген арманымыз ғой. Бұйырса. Сұлупан. Ислам Шынар, мен өзіміздің арамызда аға жеңеше деп те ойнап айтам. 4 айлықтарың құтты болсын, және Аша ханым, сіздің де дүние есігін ашқан күніңіз құтты болсын. Бізге де сіздің жолдарыңызды берсін. Осылай ұзақ жүре беріңіздер. Енді бұйырса араға 1 ай демей қойын, 2 ай салып тойға барайық. Керемет. Шынымен де Шынар Ислам өте бақыттымыз. Және де тез арада тойға жетейік деген ниетпен сендерді тағы да құттықтауға рұқсат етіңдер. Құрметті көрермендер, қазір жарнама. Біз видеоның толық нұсқасын көріп алайық, ал сіз жарнама көріңіздер. Қазір ораламыз, аспаңыздар. Алыстамам.